Абайдың қара сөздері. Бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу, жоқ елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса не, албыртқан көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу, жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын, өзің түгел көре алмайтұғын ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу, жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу, жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу, жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірімнің, білімімнің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Екінші сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сыртты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан бұтадан қорыққан, көз көргенде әке-үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші, түкке ыңғайлы келмейтұғын солдат ноғай, қашқын ноғай, бәшәрлік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті, деп. Сонда мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сырттың екпеген егіні жоқ, саудегерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеңберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһари жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап келіп тұр ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байларда, үлкен молдаларда, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларын құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызда сәнін шақшы, аяғың білән пыштырға қойған ідан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ.
біз құлы күні қадарлы жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?